Ертеде бір байдың сұлу да мейірімді қызы болыпты. Анасы ерте қайтыс болып, әкесі басқа елге үйленген екен. Барлық қиындықтар сол кезден басталған екен. Өгей шешенің 2 тойымсыз қызы болыпты. Әкесі үнемі жұмыста болыпты. Қиындықтың үстінен қиындық болып, әкесі де көп ұзамай қайтыс болыпты. Мұны естіген күлше қызға бұл үлкен ауыр соққы болды. Өгей шешенің нағыз бейнесі сол кезде ашылыпты. Күлше қыз үнемі күлге былғанып жүрген соң, оны барлығы күлше қыз деп атап кетіпті. Вау, не деген әшекейлер! Қандай керемет көйлектер! Енді бұлардың барлығы біздікі. Өмірден үміті үзілген күлше қыз бір күні бір жақсы жаңалықты естиді. Кімнің үйінде жас қыз бар, ертең хан сарайындағы кешке шақырылады. Сол жерде ханзада өзіне қалыңдық таңдайды. Қыздарым, енді ертеңгі кешке жақсылап дайындалыңдар. Мына әшекейлер мен жібек маталардан өздеріне ұнағанын таңдаңдар. Ертеңгі кеште ең әдемісі мен боламын. Жоқ, мен әдемі болам. Шеше, ертеңгі кешке менің де барғым келеді. Уәзір айтты ғой, барлық жас қыздар деп. Демек, менің де баруыма болады ғой? Әрине, қызым, сен де менің қызымсың ғой. Барасың, жақсылап дайындал. Бірақ алдымен кірлерді жуып, үйді жинап шық. Көре алмаған өгей шешесі қызға мүмкіндік бермей, жұмысты үйіп төгіп тапсырады. Қызым-ау, сен дайын емессің бе? Жоқ, шеше, мен бара алмайтын болдым. Айласын асырған шешесі 2 қызын алып сауық кешіне кетеді. Амалы таусылған күлше қыз қатты ренжіп, анасын сағынып жылайды. Апа, қызым, жылама. Сен балға міндетті түрде барасың, міне көйлегің. Апа, көйлек қандай әдемі, мен қандай сұлу болып тұрмын. Қызым, сен кештегі ең сұлу қыз боласың. Есіктің алдында күйме тұр. Ұмытпа, 12-ден кешікпей үйге қайт. Болмаса бұның барлығы ғайып болады. Балам, кеш ұнап жатыр ма? Қалыңдығыңды таптың ба? Әке, мен тапқан сияқтымын. Сізді биге шақыруыма бола ма? Кеш сізге ұнап жатыр ма? Бұл қызгым өте таныс. Апа, мына бикегім. Бақыттан бас айналған күлше қыз сағат тілі 12-ге жақындағанын көреді. Менің кетуім керек, уақыт болып қалды. Тоқта, кетпе. Тым болмаса есіміңді айтшы. Белгісіз бикеш, мен бәрібір сені табамын. Кештегі қыздың кім екенін мен білетін сияқтымын. Ол күлше қыз. Не? Апа? Белгісіз арудың Өтінемін. күлше қыз екенін білген шешесі Мені шығарыңдаршы. күлше қызды бөлмесіне қамап қояды. Мен кешегі аруды іздеп жүрмін. Бұл туфли кімге сияды? Соған үйленемін. Мына туфлиді киіп көріңдер. Кімге сияды екен? Көрейік. Туфли тым кішкентай болған соң, 2 қыздың да аяғына сыймады. Үйлеріңізде басқа қыз жоқ па? Жоқ. Қамауда отқан күлше қызға анасы келіп есікті ашты.
тоқтаңыз. Мына туфлиді киіп көріңізші. Ақыры сені таптым. Ау, сұлу бикеш. Шешесі мен әпкелері Күлши қызға жасаған зұлымдықтарына қатты өкінді. Соңында Ханзада мен Күлши қыз үйленіп, бақытты ұзақ ғұмыр кешіпті. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Бұл оқиға бұл өмірде болғаны немесе ойдан шығарылғаны белгісіз. Бірақ үлкендердің айтуына қарағанда, белгісіз бір елді мекенде 3 ұлы бар мейірімді ана өмір сүріпті. Аналары балаларының қамын жасап, үнемі күйбелең тіршілікпен айналысып жүреді екен. Балаларым жаурамасын деп орманнан отын алып келіп, от жағып, қарындары тоқ болсын деп тамақ жасап жүреді екен. Аналары балаларын өте қатты жақсы көріпті. Олардың әрбір қылықтарына сүйсіне қарап, үлкен ұлым менің қамқоршым, ортаңғы ұлым көмекшім, кенже ұлым қуанышым деп еркелетіп жүреді екен. Бірақ аналары әппақ көретін балалары еріншек, тіл алмайтын қыңыр болыпты. Тамақ ішіп болып, тағы ойнаймыз. Бір күні орманға су алып келуге кеткен анасы қар астында қалып, қатты сырқаттанып қалады. Құдайым-ау, сырқаттанып қалған сияқтымын ғой. Балаларым, су алып келіңдерші аналарыңа. Қараңыз, мен боқымын. Ұлым, маған су алып кеп берші, қатты шөлдедім. Ана, мен ойнап жатырмын. Ана, қараңыз, мен аңшымын. Ұлым, мен ауырып жатырмын, қатты шөлдедім. Су алып кеп берші. Ана, мен ойнаймын, далаға кеттім. Ана, қараңыз, біз далада ойнап жүрміз. Біз аң аулаймыз. Кенжетайым, маған су алып келіп берші. Өте қатты шөлдедім. Бір жұтым су алып келші. Ана, біз бәріміз далада қызық ойнап жатырмыз. Бізге қараңыз. Су. Балаларым, су. Су беріңдерші. Егер қанатым бар құс болғанда, көк аспанда самғап, көлге ұшып барып, қалағанымша су ішер едім. Анасының тілегі орындалып, ұлдарына қанат бітіп, аққуға айналып кетеді. Аналарының құсқа айналып ұшып бара жатқанын көрген балалар жасаған істеріне қатты өкініпті. Барлықтары аналап, су алып жүгіріпті. Бірақ барлығы да кешеді. Анашым, тастамашы бізді, кетпеші. Анашым, міне су, кетпеші, тастамашы анашым. Бірақ құсқа айналған аналары балаларынан алыстап ұшып кетеді. Балалары қанша жалынса да барлығы кешеді. Аналары әппақ аққуға айналып аспанда ұшып қайта оралмайды. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Ертеде атағы алысқа кеткен айлакер өте қу бір түлкі болыпты. Ол ақылын жақсылыққа емес, өз пайдасына жұмсап, аңғал аңдарды алдап кетуді әдетке айналдырған екен. Ол жолыққанның бәрін алдап, үнемі өз қулығын асырады екен.
Түлкінің тәтті сөзіне талай аң сеніп, кейін өкініп қалыпты деседі. Өзін бәрінен ақылды санайтын сол бір қу түлкінің бір қулығын әңгімелеп айтып берейін. Бір күні ұзақ жол жүрген түлкі әбден шөлдепті. Айналасына қараса, бір иесіз қалған құдықты байқапты. Құдықтың жанына жақындап, судың бар жоғын тексермекші болып, жақынырақ қараған кезінде түлкінің аяғы тайып, сол құдықтың түбіне түсіп кетіпті. Қанша талпынса да ойы іске аспапты. Әбден жігері таусылған түлкі біреу-міреу өтер деп сол шұңқырда жата беріпті. Бір кезде сол шұңқырдың маңынан бір ешкі өтіп бара жатыпты. Ыстық күні шөлдеп келе жатқан бұл ешкі де сол құдыққа қарай жақындайды. Мұнда кім бар? Рахатын-ай, мына жердің қандай күшті. Әй, түлкі, неге бұл шұңқырда жатсың? Есің дұрыс па өзіңнің? Ой, несін сұрайсың? Өмірді рахаты мұнда ма дерсің? Өзі салқын, өзі кең. Жер беті тым ыстық. Қайдағы рахатты айтасың? Суық қорқынышты ғой. Ой, жоқ. Сенбесең өзің түсіп қара. Сап салқын. Ешкінің аңғалдығын байқаған түлкі ешкіні барынша алдайды. Түлкіге сенген ешкі сол шұңқырға өзі барып түседі. Әй, түлкі, мұнда ешқандай рахат көріп тұрған жоқпын. Тыныш, мұнда біреудің даусы естілеме? Тоқта, мен сенің мүйізіңе шығып қарайын. Жарайды. Сенің бұл қылығың не? Түсінбейтін несі бар? Сен менің тұзағыма түстіңгі, ақымақ ешкі. Ай, қу түлкі сені ме? Қалай ғана алданып қалдым. Түлкінің арбауына түскен ешкі солай шұңқыр түбінде қалыпты. Балалар, әдемі сөйлегеннің бәріне сене беруге болмайды. Абай болыңдар. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Ертеде бір қойшы болыпты. Ол бір күні жайлауда қой бағып отырса, бір қызық сәттің куәсі болады. Қырлардың арасында аяу түлкіні қуып жүр екен. Айлакер түлкі қолыққа басып, кішкентай екі ағаштың ортасынан өтіп кетіпті. Түлкінің тұзағына түскен аю өксесі қыстырылып, сол екі ағаш арасында қалыпты. Бұл жағдайдың бәрін сырттай бақылап тұрған қойшы аюды мазақ етіп рахаттана күліпті. Ашуланған аю қойшыға тез келіп: Менің бұлай мазақ болғанымды ешкімге айтпа. Ешкім естімейтін болсын. Егер біреуге айтсаң, мен сені жеймін. Тек мені жеме. Ешкімге айтпаймын. Жақсы, сөзіңе сендім. Алдап кетпе. Аюмен уәделескен қойшы үйіне қайтады. Үйіне барып, әйелімен тамақтанып отырып, болған жағдай есіне түсіп, әбден күледі. Неге сонша күлесің? Маған да айтсайшы, мен де күлейін. Жаңа бір қызық жағдай болды. Бірақ сен ешкімге айтпа. Ешкімге айтпа деп, барлық болған нәрсені әйеліне айтып береді. Әйелі де байқаусызда көрші әйелге айтып қояды. Солай елдің барлығына аюдың қалай масқара болғаны жайылады. Елдің арасында мазақ болған аю әбден күлкі астында қалыпты. Барлығының әңгімесі сол аю мен түлкінің оқиғасы екен. Абыройы төгілген аюдың іс-әрекеті барлық мекенге жетіпті. Әрине, мұның бәрін естіген аю қатты ашуланыпты. Сен шопанды ма? Әй, шопан!
Мен саған айттым ғой ешкімге айтпа деп. Сен сөзіңде тұрмадың. Енді мен сені жеймін. Жарайды, жесең же мені. Бірақ өлер алдында соңғы бір тілегім бар. Отбасыммен қоштасқым келедір. Жақсы, онда қоштасып кел. 3 күннен соң осында жолығамыз. Бірақ бұл жолы мені алдаймын деп ойлама. Амалы таусылған қойшы өмірден үмітін үзіп, жолда жылап келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Әй, Шопан, неге жылап келесің? Несін сұрайсың, түлкі-ау? Ана аю мені мазақ еттің, енді сені жеймін деп атыр. Жылама, мен сені құтқарамын. Менде бір ой бар. Мен мына жақтан жолды шаңғылып барамын. Аю сұраса, сен таз ет деп айт. Күнің бітті. Сені жеймін болды. Бұл не шаң? Бұл таз ит. Жаңа сені іздеп жүрген. Сен оған қарыз екенсің ғой? Ойбай, Шопан, мені жасыр. Мына қапқа кір, мен сені көрмедім деймін. Тұзаққа түскен аюды Шопан мен түлкі алыс аймаққа апарып тастап, аюдан мәңгілікке солай құтылған екен. Отағасы, сенің оралғаныңа қуаныштымын. Енді бәрі жақсы болады, анасы. Солай үйіне аман-есен оралған Шопан отбасымен бақытты ұзақ өмір сүріпті. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Мысығым? Мысығым? Ау, мақтағыз, не болды? Айтпаймын. Сен шақырғанда келмедің. Егер айтпасаң, қатығыңды төгемін. Сен менің қатығымды төктің. Енді мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Құйрығымды қайтар. Жоқ, сен алдымен маған қатығымды қайтар. Сонда мен саған құйрығыңды беремін. Сиыр, маған қатық берші. Менің жапырақ жегім келіп жатыр. Егер маған жапырақ әкеліп берсең, мен саған қатық беремін. Тал, маған жапырақ берші. Қарашы, мен қатты шөлдеп тұрмын. Сен маған су алып келсең, мен саған жапырақ беремін. Қыздар, маған су беріңдерші. Сен бізге сағыз алып келіп берсең, біз саған су береміз. Дүкенші, маған сағыз беріңізші. Сен маған жұмыртқа алып кел. Сосын мен саған сағыз беремін. Тауық, маған жұмыртқа берші. Сен маған бидай алып келіп берсең, мен саған жұмыртқа беремін. Мен сені жеймін. Мені жемеш, мысық. Егер маған бидай берсең, мен сені жемеймін. Міне, енді қатықты алсаң болады.
Міне, қатығың. Енді маған құйрығымды қайтар. Әрине, міне құйрығың. Балалар, достарыңмен ренжіспей, тату-тәтті болыңдар. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Кемпір, бауырсақ жегім келіп тұр. Бүгін бауырсақ пісірсең қайтеді? Ой, шалау, үйде ұн жоқ. Бірақ қамбаны қарап келейін, мүмкін түбінде ұн бар шығар. Әже қамыр илеп, дөңгелек сары бауырсақ пісіреді. Ох, салқын ауа қандай жақсы. Мен толықтай салқындап болдым. Мен атамнан қаштым. Мен апамнан қаштым. О, қардым ашып келе жатқан еді. Енді сені жеймін. Қоян, мені жемеші. Мен саған ән айтып беремін. Мен атамнан қаштым, апамнан қаштым. Енді сенен қашамын. Мен атамнан қаштым. Мен апамнан қаштым. О, бауырсақ, мен сені жеймін. Қасқыр, мені жемеші. Мен саған ән айтып беремін. Мен атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым. Енді сенен де қашамын. Мен атамнан қаштым. Мен апамнан қаштым. Бауырсақ, мен сені жеймін. Аю, мені жемеші. Мен саған ән айтып беремін. Мен атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Енді сенен де қашамын. Мен атамнан қаштым. Мен апамнан қаштым. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеш, мен саған ән айтып беремін. Ән айтасың ба? Қане тыңдайық сенің әніңді. Мен атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Енді сенен де қашамын. Әй, бауырсақ, тоқта! Менің құлағым дұрыс естімейді. Сен менің құлағыма жақын келіп айт әніңді. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас. Лақтарым, тамақтарыңды жеңдер. Лақтарым, шырақтарым, менен басқа ешкімге есік ашпаңдар. Орманда қасқыр бар. О, бүгін қарным тоятын болды ғой.
Лақтарым, шырақтарым, есікті ашыңдар, мамаларың келді. Сендерге тамақ алып келді. Сен біздің анамыз емессің. Оның даусы жіңішке, ал сенің даусың жуан. Есікті ашпаймыз. Қабат деген ай. Біліп қойды ғой. Ай ұстаға барып, даусымды жіңішке етейін. Аю, менің тамағым ауырып тұр. Даусымды туралап бер. Лақтарым, шырақтарым, аналарың келді. Есікті ашыңдар. Біздің анамыз келді. Анашым, бауырларымды қасқыр алып кетті. О, жоқ, менің балаларым. Аю, маған көмектес. Қасқыр балаларымды ұрлап кетті. Қап бәлем, қасқырды ма? Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.